шүкір абыройды бірінші орынға қоямыз, ақшаны емес. Ассалаумағалейкум, құрметті достар, қалдарыңыз қалай? Сіздермен бірге Bamix YouTube арнасы. Біздің Bamix компаниямызға көптеген сұрақтар келіп жатады. Сіздердің филиалдарыңыз Bamix филиалдары Алматы қаласында ғана ма, басқа қалаларда жоқ па, батысқа қалай жеткізем, мына қаладан едім, доставка қалай болады деген сұрақтар көп болып келіп жатады. Мен осы сұраққа жауап ретінде осы видеоны түсіріп жатырмыз. Біз сіздер үшін арнайы Қызылорда қаласына келдік. Біздің Қызылорда қаласында Bamix мотосалонның кезекті филиалы бар. Орналасқан жері Мұстафа Шоқай көшесі 217-де орналасқан. Бұл жерде қолдарында Наричи X44, X55, X33, X11 модельдері бар эндуралардың. Және классиктерден X88, 99 және де X53 деген сияқты модельдері бар. Мопедтің 3 түрі бар, Т1, Т2, Т3. Ішке кіретін болсақ, осы филиалымызды жүргізіп отқан Бақберген деген жігіт бар. Ішке кіріп, сол жігітпен сұхбаттасайық. Біз ішке кірем дегенше сіздер каналға тіркеліп, лайк басып, комментарий жазып отырыңыздар. Міне осы Bamix мотосалонның ішіне келсеңіздер, Бақберген деген жігіт жүреді. Осы жігіттен барлығын сұрап алсаңыздар болады, барлығын түсіндіріп, мотоцикл жайында ақпарат беретін болады. Енді брат, өзің осы Bamix мотосалонын жүргізіп жүрсің, осыған дейін клиенттердің қандай сұрақтары болды, ең алыстан қандай клиент болды, ең жақыннан қандай клиент болды, және көбінесе қандай мотоциклдердің модельдерін сұрайды, қандай жерге деген сияқты сұрақтарға жауап бере кетсең өзің. Рахмет, баршаңызға ассалаумағалейкум тағы да. Бізде ең алысқа жібергеніміз Орал қаласына доставка жасадық, және де Ақтөбе қаласына доставкамен жібердік. Ең көбіне клиенттердің қорқынышы көзбен көрмегеннен кейін әрине сенімсіздік болады. Аман сау жетуіне, мотоцикліміздің сіздің ұнауына кепілдік береміз. Bamix мотосын білесіздер, қазір нарықта ойып тұрып орын алуда. Мотоцикл еш жері сырылмай, сызылмай, бүлінбей, аман есен жетуіне біз өзіміз басымызбен кепілдік береміз, ешқандай уайымдамаңыздар. Көбіне бізде Қызылордалық өңірлерде енді шөлейтті, сонда бір құмды жер болғаннан кейін көбіне құмға қалай деп сұрайды. Ең басты сұрағы біз қызылордалықтар құмға батып қалмай ма? Және де бізге егіншілік жақсы дамыған, күріш бар, поляға, огород, сондай шаруаға таптырмайтын мотолар сұрайды. Эндураны ұсынамыз. Алдарыңызда. Бұл жерге основной эндуралар кетеді ме? Эндуралар кетеді. X55 моделіміз бізде хит болып жатыр Қызылордада. Оны сұраныс өте жақсы бізде. X55 талай. Қарабұқан міне әзірге біз екеуі ғана алдырғанбыз, екеуі сразу өтіп кетті. Өзіміз де ойламадық, бірден өтеді деп. Шыны керек енді қызығарлықта өте адам сүйсінерлікте мотоцикл ғой. Одан кейін біздің көрермендердің тағы бір қоятын сұрағы, осы мотоциклдерді алғаннан кейін Bamix-тің кейін запчастары табылады ма? Кейін тағы да бір қосалқы бөлшектері жоғалып жатса, керек болып жатса қалай аламыз деген сияқты сұрақтар өте көп қояды. Құрметті қызылордалықтар, еш уайымдамаңыздар. Бізде осы Bamix мотоларының барлық қосалқы бөлшектері алдағы уақытта болады. Мен ол жағына кепілдік беремін. Одан кейін тағы да бір бізде түсініспеушілік жағдайлар да болған болатын клиенттермен. Мотоциклдеріміз бір-екі жерлері кішкене майысып сынған жағдайлар болған. Оны мен жауапкершіліктен қашпай, өзіміз реттеп, жөндеп беріп, клиенттің ары қарай ризашылығын алған болатынбыз. Негізі ең көбінде біз жұмысты бастаған кезде енді Аллаға шүкір абыройды бірінші орынға қоямыз, ақшаны емес. Өйткені бір клиенттің артынан железінен бір 15 клиент келгені жақсы ғой бізге де. Сол үшін жауапкершіліктен қашпаймыз, ешқандай да уайымдамаңыздар. Міне құрметті достар, біз Қызылорда қаласының әдемі көрікті жерлерінің біріне келіп жеттік. Осы жерде сұхбатымызды жалғастырсақ. Ал енді Бақберген брат, өзің алып келдік, X88 моделі мен X56 моделін алып келдік. Енді өзің айтып берсең, X88 моделі мысалға ходовой деп атсын, клиенттерге қай жағымен ұнайды, және де жаңа модельді өзің толығырақ түсіндіре кетсең. Рахмет, құрметті көрермендер, бізде жалпы Қызылорда қаласында міне X56 қара бұқа деген халықтың арасында лақап атпен таңылған мотомыз алдарыңызда тұр. Енді действительно шулатып жатыр. Қызылордада біраз кісілердің көңілінен шығып, қызығушылық танытып жатыр. Бұл жерде X88 мен X56-ның айырмашылықтарын айта өтсек, X88-дің біріншіден ең бірінші қалтаға қонымды бағада, халыққа көбіне қолжетімді, және де біздің білесіздер, егін шаруашылығы, ауыл шаруашылығы, және де балыққа шығады, сондай бір өнеркәсіпте жақсы дамыған. Соған өте ыңғайлы. Мына жерде қоржындары бар, өте бояқ, мен секілді қысқа адамдарға үстіне отырып жүруге ыңғайлы. Сапасына, качествосына енді ол жағын білесіздер өздеріңіз. Алдыңғы және артыңғы покрышка 18, соған қызығады бізде, ол да бар. Әр детальдарын, фарлары да, диодты фар, түнде жарыққа өте керемет түседі. Енді дизайн жағын өзіңіз білесіздер ғой. X88-ді мен қысқаша осылай топшыладым. Одан кейін X56 қара бұқа. Енді действительно енді бізде бұрын соңды бұнда екі глушительді 6 скоросты X56 болмағандықтан
көп сұранысқа ие болды. Алдыңғы және артқы покрышка екі жағы да бірдей 17 размерде. Ең көп қызыққан міне мынандай тізе қорғаныш, мотордың қорғаныш жағына бізде сұраныс өте көп болды. Енді мына жағы электронный щиток, ол жаңағы пуш старт жағы. Бак 16 литр, вот бірінші артықшылығы осы болды. Қара бұқа әлі талай шулатады біздің Қызылордада. Менде қазір осының өзінде алам деп тұрған бір 20-ға жуық клиент бар. Алла қаласа көңілінен шығып жатыр. Қаншама бұл даже уже сатылып кеткен бізде. Пуш старт кнопкасы бар, электронный щиток, радио, міне колонкасының өзі айқайлап ұрып тұр ғой. Міне аваринка, подварник, диодты фарлар. Бәрі керемет идеальный. Міне құрметті достар, Қызылорда қаласындағы филиалымызға шолуымыз аяқталды. Біз бұнымен айтқымыз келгені, Қызылорда қаласында ғана емес, басқа да қалаларда филиалдарымыз бар, Bamix мотосалондары. Яғни, егер сіз қай қаладан біздің Bamix мотосалонын көргіңіз келсе, комментарий бөліміне міндетті түрде жаза кетіңіз. Біз міндетті түрде сіздің сообщениеңізге арнап, сол қалаға барып тұрып видео түсіретін боламыз. Осымен біздің видеомыз аяқталды. Қош сау болыңыздар, каналға тіркеліп, подписка жасауды ұмытпаңыздар.